Мейірбек Маратович менің есімім. Так, получается, бұл жерде біздің сұрағымыз, өтінішіміз сіздерге мынау Валберстің жоғарғы жақтарына, болмаса біздің Қазақстандағы шетел фирмаларын қадағалайтын жұмыстарын контроль жасайтын органдарға біздің өтінішімізді жеткізіңіздер. Біздің өтінішіміз сол. Мына жерде біз быстрая точка деген жаңа айтып өткен ортадағы Валберст пен екі ортадағы перевозкамен айналысатын фирмалар. Сол кісілер бізге қарыз. Ол кісілерден біз қарызымызды алу үшін осы ақпараттар Валберстің жоғарғы жағына жету керек. Оған жету үшін біз бірінші өзіміздің Қазақстандағы сол құзырлы органдарға жеткізіп алсақ дегенбіз. Сол үшін осы жерге жиналып отырмыз, еңбек ақымыз талап етіп. Біздің команда, біздің логист екі командаға жұмыс берген. Біздің командаға 2 миллион рубль қарыз, ол деген 10 миллион теңге. Мына кісілердің командасына 4 миллион рубль қарыз, ол деген 20 миллион теңге. В общем, сумма 30 миллион теңге қарыз. Ол осы жердегі 11 адам бір команда, 7 адам бір команда, 18 адамның еңбек ақысы. 1,5 айлық еңбек ақысы. Біз ол кісілерге хабарластық, хабарласпады емес. Ол біреуісі екіншісіне тебеді, екіншісі үшіншісіне тебеді. Олармен уже басқаша сөйлесе алмаймыз біз. Біз телевидениеға шақырғымыз деп отырмыз, ананы шақырамыз, мынаны шақырамыз. По концовке біздің құзырлы органдарға жеткіземіз деп отырмыз ақпаратты. Чтоб шетел фирмаларын контрольға алатын жерлерден бізге бір көмек болсын. Міне біздің өтінішіміз сол. Мына жерден тауарды осы жерден аласыздар ма? Біз осы жерден артамыз товарды. Біз 3 машина, 3 газель артып алдық. Осы складтан артып алдық. 3 газель товар біздің қолымызда қазір. Ал біз қазір ол товарды бұларға беруден бас тартып отырмыз. Бас тартып отырғанда біз береміз оны. Олар біздің еңбек ақымызды береді, қалай? Біз олардың товарын береміз. Біз қазір оларға айтып отырмыз, дальше маршрутты жүргізбейміз. Маршрут тоқтатып тұрмыз. Товар бізде. Ешқайда кеткен жоқ ол. Біз еңбек ақымызды қалай аламыз? Ол кісілер товарын алады. Бұл жағы енді ол сол кісілерден байланысты. Қалай тез шешеді біздің еңбек ақымыз жағын, солай тез жұмыс дальше жүреді. Дальше товарлары баратын жерге барады, болмаса қайтадан өздеріне келеді. Осы компаниямен қанша жылдан бері жұмыс істеп жатсың? Так, біз көп жұмыс істеген жоқпыз. Біздің логист, Еламан деген кісі, осы кісі жұмыс істейді. Біз былтыр жұмыс істедік бұл кісілермен 1-2 ай примерно Өскемен қаласын тасыдық. Ал биыл Көкшетау ауылдарын тасып жатырмыз. Бір маршрутын тасимыз, бір команда. 7 машина тасимыз. Біз получается наемный. Әркім өзінің көлігімен ГСМ қалтамыздан шығады, амортизация, тамағың, ішіп-жемің, оның бәрі біздің қалтамыздан 1,5 ай бойы шыққан. И соны біз уже ала алмай отырмыз. Еңбек ақымыз кетті, қанша уақытымыз кетті, ГСМ кетті.